Заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында Маңғыстау облысы прокуратурасының ұйымдастыруымен Қарақия ауданына қарасты Жетібай Жаңаөзен республикалық тас жолында жолда қабылдау акциясы өткізілуде. Аталған акцияның мақсаты жүргізушілерге жол қозғалыс заңнама талаптарын түсіндіру, көкейдегі жол қозғалысына байланысты сұрақтарға жауап беру. Аталған акцияға полиция, төтенше жағдайлар бөлімі, жедел жәрдем, жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері қатысуда. Жүргізушілер көкейінде жүрген сұрақтарға тиісті жауаптарын алып, сұрақтарын қоюда. Сонымен қатар бұл акцияның мақсаты жол көлік оқиғасының алдын алу мақсатында жүргізушілерге жолда жүру ережелерін қатаң сақтау ескертілуде. Түсініктеме жұмыстары жүргізіп жатыр екен. Сау болсын, рахмет халықты ойлап жатқанына. Ассалаумағалейкум, құрметті Маңғыстау облысының және қала тұрғындарының жолаушылары. Бүгін Ақтау Жаңаөзен трассасының бойында заң мен тәртіп аясында жолда қабылдау акциясына тап болдық. Мына жерде Қазақавтожолдың өкілдері бар, МАИ қызметкерлері, прокуратура бар. Бұл жақтан бірлесіп әдемі акция болып жатыр. Барша жүргізушілерден сұранарымыз жолда жылдамдықты асырмай, тынышымыз жүрейік айналайындар.